Барлықтарыңызға қайырлы күн балалар. Бүгін біз 3-ші сыныптың қазақ тілінің 6-шы сабағын өтетін боламыз. Балалар, ең бірінші ол бізде 24-ші жаттығу тақырып пен суретке қарап өлеңнің мазмұнын болжа, сонан соң өлеңді оқы дейді. Бүркіт және де түлкі аулап жатқан бүркіт бейнеленген бізде суретте, яғни бүркіт туралы болайын деп тұр бұл жерде бізде өлеңіміз. Бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты, көтеріліп тым биік, көзбен шулар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Серікбай Оспанов оқыған өлеңіңнің сипаттау мәтіні екенін дәлелде дейді. Балалар, бұл жерде біздің мәтініміз сипаттау мәтіні, себебі бұл жерде бүркітті сипаттап тұр, бүркіт ірі қайратты, сұлу әрі айбатты деп, яғни бүркіттің қандай екенін сипаттап тұр, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Сондықтан бұл сипаттау мәтіні. Келесі 25-ші жаттығу. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрімен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсысында нақты, қайсысында бейнелі суреттелген дейді. Қыран бейнесі еркіндік белгісі. Ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Елтану әліппесі кітабынан мәтіннің соңғы сөйлемін жаз дейді, яғни аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі деген сөйлемді көшіріп жазуымыз керекпіз. Балалар, енді бұл жерде зат қайсында нақты, қайсында бейнелі суреттелген деп тұр, яғни бізде балалар осы мәтінде қыран бейнесі еркіндік белгісі деген мәтінде ол бізде нақты бейнеленіп тұр, яғни нақты суреттеліп тұр. Ал біздегі жаңағы 24-ші жаттығуда ол бізде бейнелі суреттеліп тұр екен, яғни ол жерде бізде қыран құсты сипаттап тұр ғой, ал бұл жерде бізде нақты ғылыми түрде бізге мәтін берілген екен. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз деп тұр, яғни соңғы сөйлемді осылай көшіріп жазып аламыз балалар. Назар аудар, зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, яғни түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескеріледі дейді. 26-ші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Атам томағаламаған бүркітті мен томағаламағанда кім томағалайды? Ақ сандық, көк сандық кітабынан дейді. Томағала сөзінің мағынасын дерек көздерден біліп ал дейді. Балалар, бірінші осы жаңылтпашты жаттап дәптерімізге жазамыз, атам томағаламаған бүркітті мен томағаламағанда кім томағалайды? Енді балалар, томағала сөзінің мағынасы бұл жерде қыран құстың көзін томағамен жабу екен, яғни қыран құсымыздың бүркіттің жаңағы көзін жауып тастайды екен. Оны томаға дейміз. Ал егер томағалау керек болса, онда томағамен жабады екенбіз. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.